ешкім жоқ. Апалардың қасынан Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, құрметті достар. Мен бүгін сіздерге арнап екі каталогта 25 балдан жоғары жасаған адамдарға лотерея ойнатам деп уәде берген болатынмын. Сол жұмысты бүгін жасайын деп отырмын. Қош келдіңіздер. Фаверлик компаниясының керемет лидерлері, партнерлары сіздерді осы нөмірі 17-ші каталогтың басталуымен құттықтаймын. Нөмірі 17-ші каталогта керемет жақсы акция басталып жатыр. Бұл акция ерекше акция. Себебі иісі керемет духи және мойынға тағатын кулон. Ол кулонның ерекшелігі, ол керемет Сваровский таза табиғи тас және оның өзінің сертификаты бар. Өзінің инінің нөмірі бар. Осындай ерекше нәрсені компания бізге сыйлыққа берейін деп отыр. Бұл жаңа адамдарға арналған. Жаңа тіркелген адам 9999 теңгеге заказ беретін болса, төлеп тастаса осы каталогтың ішінде, онда ол кісіге осы духименен кулон сыйлыққа беріледі. Ал бұрыннан жүрген адамдарды алғысы келеді. Олар не істеу керек? Ол үшін сіз бұрыннан жүрген партнерлар өздеріңізден кейін 3 адам тіркейсіз. Сол 3 адам өзінің манағы 10.000 теңгеге сыйлығын заказын береді, 9999 теңгеге заказын береді, төлеп тастайды. Сіз өзіңіз кем дегенде 25 балға заказыңызды берсеңіз, сіз де сол керемет жақсы иіссуменен кулонды сыйлыққа аласыз. Міне, нөмірі 17-ші каталог мұнау. Нөмірі 17-ші каталог кеше 16 күні басталды, енді 29 күні бітеді. Енді осы каталогтың арт жағында мынандай керемет духиіміз және мойнында мынандай Сваровский камень дейді. Осындай ерекше кулон ілулі тұр. Осыны әр адам өзінің мойнына тағалады. Осыны сіздер сыйлыққа ала аласыңыздар. Сонда компания барлық жаңа тіркелген адамдарға және бұрыннан жүрген адамдарға осындай мүмкіндік жасап отыр. Осы мүмкіндіктен қалып қоймаңыз, жан-жағыңызға айтыңыздар, таныстарыңыз, достарыңыз, тумыралыстарыңызға айтыңыздар. Сол секілді біздер де 25 балдан жоғары жасаған адамдарға екі каталогты біріктіре отырып, осындай лотереяны ұйымдастырып отырамыз. Бүгін міне осы лотереяға байланысты заттарды осы жерге әкеліп қойдым. Міне арт жағында бәрі тұр. Оны қазір ойнатамыз. Адамдар кішкене қосылсын. Және бұл сабақты сақтап қоямыз. Адамдар артынан да үйінде отырып қарай беруге болады. Құрметті достар, осы каталог өте керемет. Жаңа жылдық товарлар шығып жатыр. Жаңа жылдық сабындар, әдемі иісі жақсы гельдер, жаңа жылдық киімдер, үлкен адамдарға, балаларға арналған керемет жақсы киімдер ұсынып отыр компания. Енді компанияның ерекшелігі неде? Компания Фаверлик компаниясы 23 жастағы жас компания. Товар Москвадан шығарылады. Завод Москвада орналасқан. Мен өзім осы компанияда 12 жылдан бері бизнес жасаймын. Компания ешқашан алдап көрген жоқ. Шетелге де жіберді, путевкалар беріп. Каждый жыл сайын барып тұрамыз. 12 жылдың ішінде мен бриллиантовый директор болдым. Артымнан көптеген командам бар, көптеген директорларым бар. Ол директорлардан кейін директорлар шығар. Қазіргі осы таңда көптеген адамдар онлайнмен жұмыс жасауда. Бұның пайдасы үйде отырып, достарымен, бала шағасымен бірге отырып, бұл бизнесті әрі қарай жалғастырып алып кетуге болады. Бұл керемет жақсы мүмкіндік. Жалпы бұл дайын система. Бұл жерде товар шығарып керек емес, товар сатып керек емес. Кез келген адам өзінің керегін алып үйіне, мысалы, кухнядағы бүкіл
жуынатын, жуатын заттарды, ваннадағы өзіңнің денеңді жуатын, тісіңді жуатын зубный пастың, шампунь, шашың жуатын, жуынатын гелің, сабының, тағы да сол сияқты бүкіл керекті заттың барлығын осы жерден аласыңыз. Бұрын ол товарларды біздер магазиннен немесе базардан алып жүрген болатынбыз. Қазіргі таңда біз міне барлығын осы каталогтан, магазинімізден алып отырмыз. Бұның неге именно осы Faberlic компаниясынан, осы магазиннен аламыз? Себебі компания бізге товарды, таза табиғи товарды 20 және 26% арзанға береді, біріншіден. Екіншіден, товарлардың барлығының качествосы өте жоғары. Мысалы, тек қана ыдыс жуатынды алсақ, ыдыс жуатын біріншіден біздер қияр помидорымызды, алмамызды жуып жей береміз. Адамға зияны жоқ. Екіншіден, сол ыдыс жуатынның суын малдың жеміне құйсаң, мал өлмейді. Ал фериді құйсаң, малға құйсаң, мал қырылып қалады. Екінші пайдасы, бір фери, бір флакон фери. Мысалы, мен қарайға шығарып отырмын ғой. Бір флакон фери 700-800 теңге тұрады. Ал біздің ыдыс жуатын моющий средствомыз скидка бағасымен біз өзіміз 550-560 теңгеге аламыз. Бірақ осы 4 бөлікке бөлсең, 4 рет ыдыс жуатын болып шығады. Өте керемет, экономично. Екінші жағынан. Бір жағынан саған қалтаңа арзанға түседі, екінші жағынан зияны жоқ, бала шағаңа зияны жоқ, асқазаныңа зияны жоқ, товарды пайдаланасың. Осы секілді барлық товар солай, порошок та солай. Мысалы, біздер осы уақытқа дейін Арелмен, Тайтпен жүрміз да, көбіміз солаймыз. Арелдің иісі, Тайттың иісі бұрқырап, кәдімгі үйдің ішін алып кетеді. Киім киген кезде де үстіңнен сол порошоктың иісі шығып тұрады. Ал біздің порошоктарда біріншіден иіс жоқ, аллергия бермейді, және одан шыққан суды талға құя берсеңдер, өсімдікке құя берсеңдер, олар өлмейді. Себебі ол табиғатқа зияны жоқ. Сондықтан Faberlic компаниясынан неге товарды алам деген кезде, кәдімгі қорықпай, өзіңе зияны келмейтін, бала шағаңа зияны келмейтін, және қоршаған ортаға, экологияға ешқандай зияны жоқ товарды пайдаланып отырасыңыздар. Бұл өте ыңғайлы. Сонымен қоса, қалтаңа эконом. Егер сіз тек қана керегіңізді алып отыратын болсаңыз да, магазиннен тамақ алатын болсаңыз, мысалы, соның қасына барған кезде үйге қажетті моющий средстволарыңызды, басқа да керек заттарыңызды ала келесіңіз. Сіз байқамайсыңыз, оған кем дегенде 10 мың, әрі кетсе 20 мың товар жұмсап жүргеніңізді сіз байқамай қаласыңыз. Ал Faberlicке заказ беретін уақытта сіз көп ақша кетіп қалған сияқты болады. Шындығына келгенде, бұл сіздің қалтаңызға үлкен кәдімгі экономны. Себебі сіз скидкамен алып отырсыңыз. Сонымен қатар Faberlic компаниясына бизнес жасауға болады. Мысалы, мен табыс табуға, бизнес жасауға келген адаммын. Өзім мектепте мұғалім болдым, 28 жыл. Содан кейін ақша керек болып, осы Faberlic компаниясына бизнеске келдім. Не істедім мен? Өз керегімді ала отырып, адамдарды шақырып, мынандай товар бар, мынандай ыдыс жуатын бар, мынандай кір жуатын порошок бар, керемет жақсы зубный паста бар, шампунь бар деп халыққа реклама жасау арқылы халықты шақырып, өздерін тіркеп, өздеріне үйіне керегін алдыртып, біреу 10 балл жасайды, біреу 50 балл жасайды, біреу 100 балл жасайды. Әр адам өзінің қалтасына қарап керегін алады. Міне осындай керегін алатын адамдарды шақыра отырып, оларға үйрете отырып, бизнес бастап кеттім. Мен шынымды айтсам, мұндай табыс келеді, осындай бизнес болады деп ойламаппын. Ойламаған жерден осындай мүмкіндік туып, Алланың қалауымен осы бизнесті бастағаныма өзі қазір мен қатты қуанамын. Қазір осы жерде 53 жасымда пенсияға шықтым, 5 баламның арқасында осы компанияда жұмыс жасап жүріп, 5 жыл тағы да ақшаны жинап, пенсияға шықтым. Әрі Faberlic компаниясында бриллиантовый директордың пенсиясын, авторский доходында алып отырмын. Сонымен қатар өзім керегімді де осы жерден алдым. Әлі де жастарға үйретіп, әрі қарай тағы да директор шығам деушілерге көмегім мол. Құрметті достар, егер сіздер тек мен алам демей, басқа адамда алсын, олар да директор болсын деп көмектессеңдер, сізде үлкен бизнес басталады.
ол бизнес сізден басталады. Сіз егер түсініп, оқып, үйреніп, сол үйренген нәрселеріңді келесі адамдарға айтып отырсаңыздар, қалай боламенде сіздің бизнесіңіз жүреді. Және келесі адамға көмектесе отыру керек. Құрметті достар, қош келдіңіздер. Манадан сіздерді күтіп жайлап компания туралы айтып жатыр едім. Бүгін біздің кезекті лотерея ұтыс ойынымыз, былай қарағанда, бұған мен көптеген товарлар қойып отырмын. 15-ші, 16-ші каталогта 25 балл жоғары заказ берген адамдарға лотерея ойнатам деп уәде берген болатынмын. Сәлем қыздар, сәлем. Бәрлеріңе қайырлы күн. Сондықтан мен сол уәдем бойынша бүгін міне осы адамдарға Инстаграм арқылы лотереямды ойнатам. Және алдымда келіп отырған куәгер адамдарым да бар. Қарсы алдымда отыр міне. Оларға да сәлем деп қойыңыздар. Товарларым міне қасымда. Қазір кішкене осы хабарды айтып болғаннан кейін өзімнің партнерім Ұлмекенді шақырып осы лотереяны ойнатқызам. Себебі мен жазуды өзім көрмей қалуы мүмкін. Жас адамның аты жас адам. Сол кісіге тапсырамын. Қазір ол кісі жақсылап тұрып лотерея ойынын әрі қарай ұйымдастырады. Сонымен қатар тағы да мынандай ойындарын ұйымдастырамыз. 17-ші, 18-ші каталогта да 25 балдан жоғары жасаған адамдарға тағы да осындай лотерея ұйымдастырамыз. Және 17-ші каталогта 25 балдан жоғары жасаған адамдарға ақшалай ұтыста ұйымдастырамыз. Ол бөлек ойнатылады. Егер біздің адамдарымыз алыста болса, уайымдамаңыздар. Басқа жақта адамдарымызға, басқа жақта партнерларымызға бізде товардың өзі болмаса да ақшалай салып жібереміз. Сондықтан екі каталогта әркім өзі білет. 25 балдан жоғары жасаған адамдардың қазір тізімін алып, олардың барлығын қиып, мына арнайы қорапшаға міне салып қойып отырмыз. Осы қорапша арқылы ойнатылады. Осының ішінде болады товарлар. Және әр адамның фамилиясы аты айтылады. Және қандай товар ұсынып жатқанымызды бірінші көрсетіп отырамыз. Өте әділетті түрде өтеді деп ойлаймын. Сонымен қатар компанияда ерекше міне акция ұйымдастырды. Керемет жақсы духименен жаңағы кулонды ұсынып отыр. Бұл да ерекше нәрсе. Осыны алам деп көптеген адамдар тіркеледі. Сондықтан сіздер де өздеріңнің таныстарыңа, достарыңа осы кулон, духи туралы айта жүріңдер. Айтып тіркеңдер. Олар да өздері керемет жақсы фаберликтің товарларын алсын, пайдалансын, және керемет жақсы мына сыйлықты алсын. Одан ол адамдар еш уақытта кедей болып қалмайды және ұтылмайды. Сіздер де ұтылмайсыңыздар. Бұл қазіргі заман ақпарат заманы. Ақпарат заманында кімде-кім ақпаратты көп айтады, сол адам жетістікке жетеді. Сондықтан достар, ақпарат айтудан жалықпаңдар. Біздің Фаберлик компаниясы дайын бизнес. Товарды өзі шығарып әкеліп береді сенің отырған жеріңе дейін. Бизнеске барлық акцияларды өзі компания ұйымдастырып отыр. Спонсорлар да күшті акциялар ұйымдастырып жатырмыз барымызша. Және сен табысқа шығып атсаң, қалтаңа түсетін табысты да компания өзі есептеп береді. Сен есептемейсің, егер сенің артыңнан директор шықса, оған шығатын айлықты компанияның өзі есептеп, және өзі төлейді. Тек қана 3 міндет атқарамыз. Достар, 3-ақ міндет. 50 балл жасаймыз. 50 балға 22 мыңға товар алуға болады. 12,5 теңгеге 50 балға сабақ алуға болады. 30 мың теңгелеге киім, кешек, сондайлар алуға болады. 3 түрлі мүмкіндікте 50 балды жасаймыз. Екінші міндетіміз таныстарымызды, таныс емес адамдарымызды осы компанияға шақырамыз. Біздер бұрын көшеден шақыратын болсақ, қазір осындай Инстаграмменен, Ютубпен, Одноклассник, ВК-менен сондай онлайн жұмыстар арқылы таныстарды шақырып, таныс еместерді шақырып жатырмыз. Сөйтіп, қыздар қазір 1 жылдың ішінде элитный директорге дейін өсіп, үйіне миллиондап ақша кіргізіп жатыр. Бұл сіздің семьяңызға үлкен көмек. Ол ақшаны менің қалтамнан, сенің қалтаңнан шығармайды, компания өзі төлейді. Компанияның ақшасы бәрімізге жетеді. Сондықтан компанияның ақшасы таусылып қалады-ау, маған жетпей қалады-ау деп қорықпаңыздар, достар.
Сіздер тек манағы мен айтылып жатқан 3 міндетті орындаңыздар. 50 балл жасау, адам шақыру, және үйреніп оқып, сол үйренгендеріңізді келесі адамға үйрету. Оқу дегенде, бұл жерде университетте 5 жыл, 10 жыл бір уақыт беріп оқып керек емес, параллельно бір жағынан бизнесіңді жасай жүріп, екінші жағынан үйрене отырасыңдар. Компанияда үйретіп сабақтар жіберіп жатыр, біздер де осылай инстаграмнан оқытып, адамдарға үйретіп түсіндіріп жатырмыз. Соған қатысып, және келесі адамды соған қатыстырып отырыңыздар. Сонда ғана бизнесіңіз жүреді. Негізі компанияға келгенде бизнес жасайтын адамдарға ғана 3 міндет орындауға тиісті. Ал керегін алып тұратын адамдарға осы 3 міндетті қалайда орында деп біздер айтпаймыз. Бірақ ескерту міндетіміз, себебі келген адам түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан біздер әр уақытта айтып отырамыз. Оған сіздер ренжімеңіздер, менің соңымнан қалмады, маған айта берді деген сияқты адамда ой болады. Ондай ой бәрімізде де болды кезінде. Бірақ қазір мен қуанамын. Бізге айта бергеніне, қайта-қайта компанияны мақтай бергеніне, оның беретін ақшасын қайта-қайта айтқанына, шетелге бару туралы мүмкіндіктерді айтқанына мен қазір қуанамын. Егер ол кезде қайта-қайта айтпаса, менің құлағым ашылмаған, мен естімеген болар едім. Мүмкін осы Фаберлик компаниясына жасамаған да болар едім. Сондықтан достар, әр уақытта хабарға құлақтарыңыз ашық болсын. Соның ішінде Фаберлик компаниясының ерекшелігін көбірек тыңдаңыздар, көбірек естіңіздер. Себебі бұл жердегі мүмкіндік қазіргі таңда СНГ-де товарооборотынан да және бизнесінен де алғашқы орындағы үлкен компанияның мүмкіндіктері айтылуда. Енді достар, сіздердің көп уақыттарыңызды алмаймын. Онсыз да күнделікті кешке қарай тағы да 9-да болады. Қазір мен Ұлмекенге микрофонды беремін. Ұлмекен келіп әр қарай лотереяны ойнатады. Рахмет сіздерге. Келесі кездескенге дейін. Саламатсыздар ма? Кеш жарық баршаңызға қайырлы кеш деймін. Бүгінгі кезектегі лотереямызға қош келдіңіздер. Бұл компаниядан бөлек наставнигіміздің өткізіп жатқан тауарлай лотереясы. Ал баршаңызға сәттілік тілеймін. Лотереямызды бастайық. Кімге не бұйырады көрейік. Бұйырған нәрсеге қуанып, қол шапалақтап отырыңыздар. Бірінші сатымыз порошок. Кімге бұйырады екен? Біздің компанияның өте керемет порошогы. Бұл бізде Искулова Лаура дейді. Порошок ұттыңыз, Лаура ханым, құтты болсын. Эксперттің керемет краскасы. Қыздар, кімге бұйырады екен? Біздің компанияның краскілерінің бәрі жақсы екен білесіздер. Қазір Иркалиева Муксина дейді. Муксина ханым, краскыңыз құтты болсын. Компаниямыздың өте керемет дақ кетіргіші. Кімге бұйырады екен қыздар? Бәрінің жақсы көретін заты бұл, әйел затының. Сондай керемет. Махамбетова Гүлмира дейді. Гүлмира ханым, құтсыңыз құтты болсын. Освежитель кімге бұйырады? Біздің компанияның освежителі әрі арзан, әрі тиімді, өте керемет. Бікірбай Сағдат дейді. Сағдат, ұтсыңыз құтты болсын. Керемет. Мынандай кондиционер. Пиона дейміз ба, не дейміз? Керемет иісі бар. Шайхамай дейсіз ба? Сатыбай дейді. Айнагүл. Ұтсыңыз құтты болсын, Айнагүл. Үй тазалауда өте керемет көмекші. Біздің компанияның средствасы кімге бұйырады екен? Нұрсейітова Жанбибі. Бұл полды жарқыратады, суға қосып,
мөлшерін қосып тазалаған кезде еденіңіз айнадай жалтырайды. Құтты болсын. Қол крем және гель для душа. Біздің компанияның гель для душалары, қол кремдері өте керемет. Бұл кімге бұйырады екен, көрейік. Әлібек дейді. Жайлиева Әлібек. Жайлиев Әлібек. Құтты болсын. Біздің компанияның тоналкалары өте керемет. Увлажняющая тоналка кімге бұйырады екен. Күз айында жаққан жақсы. Таганова Алтынай ханым, ұтсыңыз құтты болсын. Эксперттің шампундары 2 в 1. Өте керемет шампун, бізде кімге бұйырады екен. Саназарова Мереке дейді. Мереке, ұтсыңыз құтты болсын. Мынандай керемет средства ваннаға да және кухняға да қолдануға болады. Бұл кімге бұйырады екен, қарайық. Құлбаева Нұрқия дейді. Нұрқия ханым, ұтсыңыз құтты болсын. Керемет компанияның валигі. Бұл кімге бұйырады екен? Әбдіқаппарова Гүлжазира дейді. Жазира ханым, ұтсыңыз құтты болсын. Компанияның асты күйдірмейтін өте керемет сковородкасы. Әрбір асханада өте керекті заттың бірі кімге бұйырады екен. Нұргалиева Амалхан дейді. Амалхан апа, ұтсыңыз құтты болсын. Бұл кісі осы жерде отыр. Прямой алады екен. Мінекей, құтты болсын, ұтсыңыз. Коктейль өте витаминге бай. Ішінің бәрі витаминге тола. Осы коктейль кімге бұйырады екен? Қазір қарайық. Қалмұрзаева Ғалия дейді. Ғалия, ұтсыңыз құтты болсын. Денсаулығыңыз арта берсін. Мінеке, компаниямыздың мынау тряпкілерінің бірі тозаң шаңды сүртуге арналған. Влажный және сухой сүртуге болады. Бұл кімге бұйырады екен? Каблашева Алтын дейді. Алтын ханым, ұтсыңыз құтты болсын. Беттің массажоры. Әйел адамдарға, қыздарға өте керекті зат. Бұл кімге бұйырады екен? Кәнеке? Не дейді? Алибаева Тахмина дей ма? Алибаева ма? Тахмина ханым, бұйырсын, мінеке ұтсыңыз. Бетке массажор. Өте керемет. Компанияның тағы бір порошогы кімге бұйырады екен? Осы компанияға көпшілік осы порошокпен келген. Қуанова Бақтыгүл дейді. Бақтыгүл ханым, құтты болсын, ұтсыңыз. Ума Фелич дейді. Өте керемет парфюмдердің бірі, жастар көп алады. Бұл кімге бұйырады екен? Бейбіт Жаңгүл дейді. Жаңгүл, ұтсың, құтты болсын. Компаниямыздың лузгой сидушкасы мынау гречневый лузгыдан жасалған. Өте керемет. Бұл кімге бұйырады екен? Кәнеке. Жаңғабыл ұлпа дейді. Жаңғабыл ұлпа. Құтты болсын. Компанияның керемет дебяжы пуфтан жасалған жастығы. Стиралкада да жуа беруге болады. Бұл кімге бұйырады екен? Қазір көрейік. Еспергенова Оңайгүл дейді. Оңайгүл ханым, құтты болсын. Малахтилин чудо крем. Бұл чудо крем білмейтін адам өзі жоқ шығар. Біздің компанияның сүйікті кремдерінің бірі. Бетке де, денеге де, суыққа да бәріне қолдануға болады. Тісіңіз ауырса, мына тістің айналасына жағуға болады. Құлақ ауырса, құлаққа тампон қылып қоюға болады. Дененің қай жеріне суық дейсе, соған жағуға болады. Өте керемет. Алыңыздар, күз айы келді. Бұл кімге бұйырады екен?
Ерлан Айгүл дейді. Айгүл ханым, құтты болсын отысыңыз. Тақ кетіргіш, бұл кімге бұйырады екен? Бікірбай Хиуаз дейді. Хиуаз, құтты болсын отысыңыз. Корейский шампунь, жаңадан шыққан новинка Арису деген серия. Қазір сіздерге кімге түседі екен бұл? Қалекеш Іңкар дейді. Қалекеш Іңкар, құтты болсын отысыңыз. Өте керемет отыс. Измельчитель. Бұл да жуа, ет, бәрін измельчить болады. 3 в 1 зеленді де сушить етеді. Кімге бұйырады екен? Қазір көрейік. Бұны алған адам қатты оғанатын болды. Серікбаева Нұржамал дейді. Нұржамал ханым, құтты болсын отысыңыз. Қыздар, мінеки, 50 балл, 100 балл, 25 балл жасап, керемет осындай ұтыстарды алып жатсыздар, е? Мына гречневый подошка, здоровый сон деген кімге бұйырады екен? Кенжеғалиева Зәуре дейді. Зәуре ханым, құтты болсын. Отбеливающее средство. Өте керемет ағартады пастельдерді, бельоларды, киімдерді. Бұл кімге бұйырады? Сүйеуова Алия дейді. Алия ханым, құтты болсын отысыңыз. Тағы да біздің пол жуатын моющий средствомыз. Бұмен стенантта жуға болады. Кімге бұйырады екен, қыздар? Құлбарова Күнсұлу дейді. Құлбарнова ма? Құлбарақова ма? Құлбарақова Күнсұлу. Құтты болсын отысыңыз. Керемет сковородка. Тағы кімге бұйырады екен? Асамадинова Гүлжан дейді. Гүлжан ханым, құтты болсын отысыңыз. Керемет подушканың тағы біреу кімге бұйырады екен? Лебяжі пухтан. Стиралкаға салып жуа бересіз. Абатова Гүлбахар дейді. Гүлбахар ханым, құтты болсын отысыңыз. Пятновыводительдің сұйықтары. Бұл да өте керемет. Бізде бұл кімге бұйырады екен? Тілмағамбетова Сара дейді. Сара ханым, құтты болсын отысыңыз. Тақ кетіргіштің порошоктары өзі бір түйір қалды мынаның ішінде. Кім екен бұл бізде? Тағы қағыздарым бар еді мен. Қалиева Ақмарал. Қалиева Ақмарал, отысыңыз құтты болсын. Ботаниканың керемет шаш краскасы. Кімге бұйырады екен, қыздар? Нұрбаева Лариса дейді. Лариса ханым, құтты болсын. Духи, парфюм керемет отыс, кімге бұйырады екен? Нұрбаева Сайлаукүл дейді. Сайлаукүл, құтты болсын. Ревенаждың кремі. Әжімге түрге кімге бұйырады екен? Юсупбаева Бану дейді. Бану ханым, отысыңыз құтты болсын. Моющее средство посуда жууға өте керемет. Біреуінен 4-еуін шығарамыз, әрі экономна. Даева Зиба дейді. Далова Зиба, құтты болсын отысыңыз. Газ жуатын, плита жуатын средство кім бұйырады екен дейді. Каппарова Нұр болған. Отысыңыз құтты болсын. Ботаниканың шампуны және ұхотқа арналған репейне масласы менен кімге екен кәні? Қабақ Фатима. Қабақ Фатима, отысыңыз құтты болсын аққұрдас. Крем для ног дейді және гель для душа. Кремовый өте керемет. Осы гель алыңыздар.
жалпы жақсы. Жұмағалиева не дейді? Жанаргүл дейді. Жұмағалиева Жанаргүл, отысыңыз құтты болсын. Сіз ба? Келе ғой, живой келіп ала қойыңызшы. Отысыңыз құтты болсын. Некеңіз бұйырсын. Гель для душа және біздің антисептик қолда. Бұл кімге бұйырады екен қарайық. Кәнекей. Бейсенова Асылхан дейді. Асылхан, отысыңыз құтты болсын. Гель для душа және де қол кремі, омолаживающий. Кімге бұйырады екен? Назарова Аниса дейді. Аниса ханым, отысыңыз құтты болсын. Кондиционер, ультракондиционер өте керемет. Бұл бізде кімге бұйырады екен? Ақбердиева Бірсұлу. Менің ақ құрдасым, құтты болсын отысың. Мынау деген крем гель универсальный. Кухняға да болады, ваннаға да болады, нержавейкаларды тазалауға өте керемет. Бұны менен бәрін тазалауға болады. Кухняңызды алтындай жалтыратып жарқыратады. Бұл кімге бұйырады екен? Мен сразу бері жерейін деп отырмын бұны. Мұрзахметова Ләзат дейді. Ләзат ханым, отысыңыз құтты болсын. Пятновыводитель дақ кетіргіш. Бұл кімге бұйырады екен бізде? Сәрсенбаева Марал дейді. Марал ханым, отысыңыз құтты болсын. Сәрсенбаева Марал. Ботаниканың шампуны және бальзамы кімге бұйырады екен қыздар? Адилгулова Жұлдыз. Жұлдыз ханым, құтты болсын. Отысыңыз. Жаңадан шыққан моющее средство майды жақсы кетіреді, иісі өте керемет, тез кетеді, бактерияны жақсы өлтіреді. Осы бір средство қатты ұнайды маған. Бұны ұтқан адамда қуанатын шығар қазір. Дауылбай Назгүл дейді. Назгүл, құтты болсын. Отысыңыз. Гель спрей, полстерта. Бұл ауыздағы микробтарды өлтіреді. Қазір карантиннің кезінде дәл керекті заттың бірі осы. Тамақ ауырғанда сепсеңіз, тамағыңыз тез жазылады, бактерияларды өлтіреді, тісіңізге сеуіп пайдалануыңызға болады. Бұл кімге бұйырады екен? Қазір Сұлтанова Гүлзия дейді. Гүлзия ханым, құтты болсын, отысыңыз. Керемет кондиционер тағы кімге бұйырады екен? Қарайықшы. Бақыт Эльмира дейді. Бақыт Эльмира, отысың құтты болсын қызым. Менің командамның қызы бұл. Бұйырсын. Увлажняющий тональный крем өте керемет. Кімге бұйырады екен? Қазір. Әкім Қуанышбек дейді. Не де болса келіншегін қуантатын болды. Құтты болсын. Ботаниканың средстволары. Башуатын шампунь және уход шашқа. Шаш төгілгенге жаққанға жақсы мынау. Шашты қалпына келтіреді. Және түскен шаштардың орнына шаш шығарады. Репейный масло. Аптекадан қарағанда біздің Фаберлик компаниясынікі өте керемет. Қазір бұл кімге бұйырады екен? Кімнің үшін өсіреді екенбіз керемет қылып. Исмурзина Анар дейді. Анар ханым, құтты болсын, отысыңыз. Ботаниканың өте тиімді шампуны, үлкен 400 миллиграмдық. Бұл кімге бұйырады екен? Қазір қарайықшы. Матекеева Рахила дейді. Рахила ханым, құтты болсын. Өте берекелі шампун бұл. Біз отбасымызды жақсы қолданамыз оны. Компаниямыздың средствосы, посудомоющий средствосы кімге бұйырады екен? Қазір қараймыз. Кім деймін, менде бір адам қалыпты. Алиева, мен сұлу дейді. Мен сұлума, сіз сұлума, ал бұйырды сізге осы бір средство. Құтты болсын, мен сұлу ханым. Болса да сіз сұлу шығарсы.
Мінекей лотереямыз осыменен аяқталды. Жалпы осы 17-ші каталог акцияларға өте бай, керемет. Жаңа Тәрбие ханым да айтып өтіп кетті. Сонымен қатар мен де айта кетейін. Айтқанымыз артықшылық қылмас. Нөмірі 17-ші каталог акцияға өте бай. Бұл каталогте 10 мыңға заказ берген новичокқа компания мынандай Сваровский тасы бар, асылмалы сепочкасы бар, парфюмді сыйға береді. Ал осыны басқа да адамдар алғысы келетін болса, старичоктар да алуына болады. Ол үшін өзінің бірінші линиясына 3 адамды тіркейтін болса, ол кезде қатарынан 3 адамды тіркеп, өзі 25 балын жасап, оларды бірінші жағынан өтуіне көмектессе, ол кезде ол кісі де ала алады. Осыны керемет акция. Компанияның акциялары, подаркілері бітпейді. Тек соны орындай білсеңіз, уақытында ақшасын төлей білсеңіз, компания ешуақта алдамайды. Компанияның халал деген сертификаты бар, 8 мыңнан астам тауары бар. Іздегеніңізді табасыз. Және де сонымен қатар өстіп, акцияларға қатысып, лотереяларға қатысып, керемет сыйлықтар иегері боласыздар. Сонымен қатар осы каталогта және де ақшалай ұтыс жарияланған. Бірінші сыйлық, мәселен, 5 миллион теңге бір адамға бұйырады, және 500 мың теңге 10 адамға, 50 мың теңге 100 адамға, 5 мың теңге 1000 адамға. Осы ұтыстар кімге қатты қажет болып тұрған болса, бұйырсын. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Ұтыс жұғысты болсын, лотереялар қуанта берсін, заказдарыңызды сала беріңіздер, керектеріңізді алып пайдалана беріңіздер, және де елге айтудан шаршамаңыздар. Қаншалықты хабарды көп жеткізсеңіз, жақсылықты көп тарқатсаңыз, өзіңізге де жақсылық жұғады. Компанияның әрбір қолданған затын екінші адамға айтатын болсаңыз, сіз екінші адамға жақсылығыңызды жасап, халал және керемет заттарды реклама жасаған боласыз. Біздің компанияның заттары аллергия бермейді. Біріншіден 0+тен басталып қолдануға болады. Средствосы болсын, порошогы болсын, жаңадан туылған нәрестенің киімінен бастап жуа беруге болады. Сонымен өте тиімді, байға да, кедейге де. Қалтаңызды тесіп кетпейді. Себебі біздің компания долларға емес, ресейлік ақшаға бағынады. Ал долларға бағынғанда бұл қымбат болар еді. Сол үшін де біздің компания өте тиімді. Тіркелмеген адамдар болса, тіркеліңіздер, қосылыңыздар, акцияны орындап, компанияның беріп жатқан мүмкіншіліктерін пайдаланыңыздар. Осындай акцияларға қатысып, сіздер де сыйлық алып, өздеріңіз қуантыңыздар. Қолына келген адам 2 реттеп, 3 реттеп те алып жатыр акцияның түр-түрін. Ол үшін тек біріншіден өзіңіздің 50 балыңызды жасап, жарнамаңызды жасап, адам тіркеп, о кісіге жарнаманы дұрыс айтатын болсаңыз, сіз табысқа да шығасыз, акцияға да қатысасыз, сыйлықты да аласыз. Осындай лотереяға да қатысасыздар. Менің айтарым осы. Мен сіздермен осымен қоштасамын. Келесі лотерея ұтыстарында кездескенше қош сау болыңыздар. Кешкі сағат 9-да тағы сабағымыз болады. Мегапроектіде сол сабақта кездесейік. Баршаңызға сәттілік. Сау болыңыздар.